Қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қиярды жабу, яғни қысқа дайындау әдісімен бөлісетін боламын. Осы әдіспен жасайтын болсаңыздар, қиярларыңыз сол қалпы тұрады, және де суы өзгермейді, тұп-тұнық күйінде қалады. Яғни банкаларыңыз ешқашан атылмайды. Мен алдын ала барлық заттарымды осылай дайындап алдым. Банкаларымды және крышкаларымды стерильдеп дайындап қойдым. Қиярларымызды алдын ала салқын суға 3-4 сағатқа салып қоямыз. Содан кейін ғана осылай екі жағын алып тастап, таза суға салып жуып аламыз. Қиярларыңыздың балғын, яғни свежий болғаны дұрыс. Осылай жуып барлығын таза ыдысқа салып аламыз. Қиярдың балғындығын білу үшін қиярдың басына гүліне назар аударасыз. Яғни гүлі солмаған және де үзіліп түспеген болса, онда қиярыңыз балғын деген сөз. Енді ірі заттарымызды майдалап турап аламыз. Мен осылай хрен жапырағын сабағына дейін турап дайындап қойдым. Тәтті болгар бұрышында банкіге сиятындай етіп ортасынан бөліп дайындап қойдым. Әші бұрышты да бөліктерге бөліп дайындаймын. Банкаға салуды бастаймыз. Ең алдымен осылай зонтик укроп саламын. Болгар бұрышын, хрен жапырағын, түйіршіктелген қара бұрыш, сарымсақ және де әші бұрышты саламыз. Үстіне қиярларымызды саламыз. Лавр жапырағын да ұмытпаңыздар. Қиярларымызды салып, банкамызды толықтырамыз. Құрметті көрермен, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және де комментарий бөліміне өзіңіздің тұздау әдісіңізбен бөлісіп кетсеңіз, мен барлығын оқимын. Қиярларымды салып болдым. Енді бір кескін әші бұрыш қосамын. Және де бір сарымсақ қостым. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, крышкасын жауып, шетке алып қоямыз жарты сағатқа. Жарты сағаттан кейін суы қамжылы суға айналады. Және де ол суды төгіп тастаймыз. Мен сол суды қайнатып қайтадан құймаймын, жаңа су құямын. Екі литрлік банкіге 2 ас қасық қатты толтырмай тұз саламыз. Және де қытырлақ болып шығу үшін 1 ас қасық құмшекерден саламыз. Мен осындай уксус пайдаландым. 2 шай қасық уксустан құйып шығамын. Ал егер де банкаңыз 3 литр немесе 1 литр болатын болса, 3 литрге 3 шай қасық уксус, 1 литрге 1 шай қасық уксус жетеді. Мен бәрі салған жоқпын. Және де осылай үстінен қайнап тұрған ыстық суымызды тағы да құямыз. Ал енді бетін осындай банка жабатын құралмен жауып тастаймыз. Біздің қиярларымыз қысқа дайын. Крышкасының дұрыс жабылғанын осылай ары-бері аунатып тексеріп аламыз. Ешқандай су ағып жатқан жоқ.
мінекей біздің қиярларымыз қысқа дайын. Ас болсын.